Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз сіздермен бірге Pascal бағдарламалау тіліндегі өзіміздің ең алғашқы бағдарламамызды жазатын боламыз. Жалпы Pascal тілінде бағдарлама жазбас бұрын оның алдымен атауын көрсетіп кеткен дұрыс болады. Әрине бағдарламаның атауын көрсетіп кету негізінен міндетті нәрсе емес, алайда оны көрсетіп кеткеніміз дұрыс болады. Сонымен Pascal тілінде бағдарламаның атауын жазу үшін программ қызметші сөзі қолданылады. Программ қызметші сөзінен кейін бізде бағдарламаның атауы кетеді. Әрине бағдарламаны атауын өзіміздің бағдарламамыз қандай мақсатта құрылып жатыр, соған байланысты көрсеткен дұрыс. Мысалы үшін менің қазір бағдарламам ең алғашқы бағдарлама болғандықтан мен бағдарламаның атауын first program деп қойдым. Одан кейін барып бізде begin және де end қызметші сөздері кетеді. Begin сөзі бұл негізгі бағдарламаның басталғандығын білдіреді Pascal тілінде, ал end сөзі ол негізгі бағдарламаның аяқталғандығын білдіреді. End сөзінің соңынан міндетті түрде нүкте қойылу керек, онсыз болмайды. Бұл екі сөз негізгі бағдарламада бұл жазылуы міндетті негізгі екі сөз. Осы begin және end сөздерінің аралығын бізде операторлар бөлімі деп атайды. Яғни біздің негізгі бағдарламамыз осы begin end арасында, яғни операторлар бөлімінде жазылатын болады. Тағы да бір айтып кететін жайт, осы операторлар бөлімімен, яғни begin сөзіменен программ бағдарламаның атауының арасында тағы да бір бөлім бар, ол сипаттау бөлімі деп аталады. Жалпы сипаттау бөлімі ол бағдарламаға керекті мәліметтердің барлығы осы сипаттау бөлімінде сипатталады. Яғни біз бағдарламада қандай мәліметтерді қолданамыз, оның барлығын біз осы негізгі бағдарлама басталғанға дейін біз осы анықтап алуымыз керек. Яғни олардың барлығы осы сипаттау бөлімінде анықталады. Әрине бүгін біз сипаттау бөлімімен қолданбаймыз сипаттау бөлімін, онымен біз алдағы уақыттарда танысатын боламыз. Енді достар, енді өзіміздің операторлар бөліміне оралсақ, жалпы операторлар дегеніміз не? Операторлар дегеніміз компьютерге қандай да бір іс-әрекетті орындау мақсатында компьютерге бұйрық беру. Демек, біз операторлар арқылы компьютерге белгілі бір іс-әрекеттерді орындауға біз бұйрық береміз. Мысалы үшін қараңыздар, біз қазір компьютерге бір сөзді экранға шығар деп бұйрық беріп көрейік. Біз Pascal тілінде экранға шығару операторы бізде write line операторы. Write line немесе write line деп атайды. Әрине мына жерде line деген сөз бар. Әркім өздеріңіздің ыңғайлысын оқыңыздар. Write line немесе write line. Сонымен экранға шығару операторы осы. Мынау екі жақшаның ішінде бізде параметр деп аталады. Бұл жерге біз кез келген бір мәндерді беруіміз мүмкін. Олар мәтіндер болуы мүмкін, олар айнымалылар болуы мүмкін, ол тұрақтылар, не болмаса қандай да бір нұсқау болуы мүмкін. Әрине бұлар жайында біз кейінірек алдағы сабақтарымызда толық өтетін боламыз. Жалпы бізге қазір керегі мәтінді экранға шығаруымыз керек. Мәтінді экранға шығаруымыз үшін біз параметріне екі тырнақша ашамыз, және де оның ішіне біз шығаратын мәтінімізді осы екі тырнақшаның ішіне жазуымыз керек. Ол міндетті нәрсе. Сонымен біз экранға шығарып көрейік, game over деген сөзді. Міне, орындап көрейік, көріп тұрғандарыңыздай нәтижесі мына экранда шығып тұр бізде. Сонымен сіздерді құттықтаймын достар. Сіздер Pascal бағдарламалау тіліндегі ең алғашқы бағдарламаларыңызды жаздыңыздар. Әрине бұл сіздердің үлкен бағдарламалар жазуға деген ең алғашқы қадамдарыңыз. Сонымен сіздерді құттықтай отырып, бағдарлама бейнесі бағымызды ары қарай жалғастырамыз. Достар, енді бұл оператор жайлы тағы да не айтуға болады? Мысалы үшін қараңыздар, мен ln деген бөлігін алып тастайын, және бағдарламаны орындап көрейік. Қарап тұрсаңыздар, мынау сол сөз қайтадан экранға шықты. Демек, бұл да экранға шығару оператор екен. Write та экранға шығару операторы. Енді сұрақ, айырмашылық неде деген сұрақ туады. Мысалы үшін қараңыздар, менен көшіріп алып, орындап көрейін. Орындап көрсем не болады екен? Мына бірінші сөз экранға шықты, міне. Одан кейін жалғасып, қайтадан мына сөз экранға шығып тұр бізде. Демек, бұл жерде не жүреді? Ең бірінші, мына сөз экранға шыққаннан кейін бізде курсорымыз біздің мына жерге келіп тұрады. Яғни осы жерде тұр курсор. Ал одан кейінгі іс-әрекет, яғни қайтадан экранға шығару мына сөзді. Бұл сөз енді осы курсор тұрған жерден бастап экранға шығатын болады. Яғни жалғасып бірігіп шығып кетті. Ал енді мен мына жерге ln сөзін қоятын болсам, қараңыздар, бірінші сөз экранға шықты, міне. Біздің курсорымыз енді бұл жерде емес, курсорымыз ln line деп тұр, яғни жаңа линиядан шығады, яғни жаңа сызықтан. Курсорымыз біздің жаңа сызыққа келіп тұрады, ал одан кейінгі біздің экранға шығатын іс-әрекетіміз ол біздің жаңа қатардан шығатын болады. Міне осындай айырмашылығы бар.
Енді өздеріңіз практикалық жұмыс жасау арқылы бұлардың айырмашылықтарын өздеріңіз тексеріп көрсеңіз болады. Жалпы енді тағы да сіздерді бір нәрсеге назарларыңызды аударғым келіп отыр. Мынау нүктелі үтірлерге мән беріңіздер. Әр мынау белгілі бір іс-әрекеттің соңына бізде нүктелі үтір қойылған. Жалпы бұл нүктелі үтір не үшін қажет? Нүктелі үтір бұл қандай да бір іс-әрекеттің бізде аяқталғандығын білдіреді. Демек, бұл нүктелі үтірді қалдырып кету негізінен қателікке алып барады. Негізінен көп бағдарламалау тілдерінде осы нүктелі үтір қандай да бір іс-әрекеттің аяқталғандығын білдіреді. Әрине сол сияқты Паскаль тілінде де. Мысалы үшін мен қазір ат тастайтын болсам, бізде қателік туралы хабарлама беріледі. Яғни бізде нүктелі үтір бұл жерде мына нұсқаудың аяқталғандығы бізде компьютер нұсқаудың аяқталғандығын бізде білмей қалды. Қай жерден аяқталатынын білмей қалды. Демек, бізде мынау іс-әрекеттің аяқталғандығын білдіру үшін бізде осы нүктелі үтірлер қолданылады. Міне осы нүктелі үтірге де осы мән бергендеріңіз жөн. Осыны да есте сақтаңыздар. Енді достар, сіздерге түсініктемелер жайлы айтқым келіп отыр. Жалпы түсініктемелер бүкіл бағдарламалау тілдерінде бар. Бағдарламада түсініктемені пайдалану сондай бір өте бір пайдалы іс-әрекеттердің бірі болып табылады. Жалпы түсініктемелер дегеніміз не? Түсініктемелер бұл түсініктемелерді бағдарламада қандай да бір іс-әрекеттің анықтамалық ережесі ретінде қолдануымызға болады. Мысалы үшін, мына іс-әрекет бізде нені білдіреді? Мысалы үшін, бұл іс-әрекет сөзді экранға шығару ғой. Экранға шығару. Демек, мынау іс-әрекеттің бізде нені білдіретінін анықтап қою үшін осындай түсініктемелерді қолдануымызға болады. Түсініктемелерді мынандай екі бөлу белгісімен жазу керек, бастау керек. Бұл бір қатарлы түсініктемелер деп аталады. Алдағы уақытта біз сіздермен көп қатарлы түсініктемелермен де танысатын боламыз. Жалпы қазірше айтатынымыз осы бір қатарлы түсініктемелер. Одан кейін барып, мына бізде қандай іс-әрекетті білдіреді? Бұл бағдарлама атауы, солай ғой? Бағдарлама атауы. Демек, түсініктемелерді осындай қысқаша анықтамалық мәліметтер ретінде бағдарламада қолдануымызға болады. Бұл сондай бір өте бір пайдалы іс-әрекеттердің бірі бағдарламада түсініктемені қолдану. Бұл түсініктемелер біздің бағдарламалық кодқа ешқандай әсерін тигізбейді. Мысалы үшін қараңыздар, орындап көрейік. Міне, бағдарламаның нәтижесі дәл тура сол баяғыша. Яғни, бұл түсініктемелер ешқандай да бағдарламаға өз әсерін тигізбейді. Сол бағдарлама. Бұлар бағдарлама барысында еленбей кетеді. Сондай-ақ мынау іс-әрекетіміз біздің бағдарлама басталғандығын білдіреді. Яғни, негізгі бағдарламаның басталуы. Міне осылай, мысал үшін begin сөзін сіз ұмытып кететін болсаңыз, нені білдіретінін осы жаңа жазып қоюға болады. Ал мына жер бізде не еді? Бұл жер естеріңізде болса, бұл сипаттау бөлімі еді. Сипаттау бөлімі. Міне түсініктемелердің осындай пайдасы бар. Сонымен бүгінгі біздің бейне сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.